Қымбатты қатысушылар, бұл бірінші сабақ, жаңағы интерфейстің жалғасы, екінші бөлімі. Яғни контент план, пост қалай жазамыз, суреттеріңіз қандай стильде болу керек, парақшаңыздың стилі, алғашқы 5000 оқырманды страницама қалай жинаймын. И копирайтинг мамандығын меңгереміз дәл осы жерде, яғни 4-5 фишкасымен бөлісемін. Қараңыз. Жалпы контент деген не өзі? Контенттің өзі екіге бөлінеді. Пост контент және фото контент болып. Ал контент план деген алдын ала дайындалған фото, посттардың, идеялардың жалпы жиынтығы. Қараңыз, пост контент дейміз. Ол яғни сіз алдағы күнде немесе посттарыңыздың стилі. Қандай стильде сіз пост жазасыз? Оның қанша проценті мотивациялық болу, қанша проценті продажный болу керек деген сияқты. Ал екіншісі фото контент. Фотоның качествосы қандай болу керек, қандай стильда болу керек деген сияқты өзіңіз ойлайсыз, өзіңіз жаңағыдай қортасыз. Енді қараңыз, постыңда жазу тәртібі бар, фотоны да салудың тәртібі бар. Егер де фотоңыз качественный болмаса, онда аудиториясызге қызықпайды, және онсыз рекламаға да сала алмайсыз. Қарапайым инстаграмға кірсеңіз, қазір продвигать деген батырма болады ғой. Ал егер де ол качествосы нашар болатын болса, ол продвигать деген батырма шыны керек жанбай тұрады. Оны ешқашан продвигать ете алмайсыз, и оған аудиторияңызды қарата алмайсыз. Пост контент деген, егер постыңызда бір интрига болмаса, постыңызда бір қант болмаса, тұз болмаса, онда тоже кешіріңіз, постыңызды ешкім оқымай кетеді. Және де өніміңізді де салғанда осы жерде мән беріп қараңыз. Суретіңізде, мысалы, бір көйлектің суретінде бір качественный болу керек. Более-менее ол бір модельдің үстінде болу керек. Манекеннің емес, модельдің да, мысалға. Жарық, үйде ғана түсе салған емес, бір студия болмай жатса, бір әдемі сценаны алыңыз. Қолына бір гүл беріп қоясыз, бірдеңе беріңіз, аксессуар толтырыңыз, сумка ұстатыңыз. Жаңағыдай сондай бір суреттер болу керек. Бұл суреттік өзінің салатын сапасы, размері деген сияқты оның барлығын мен сіздерге жаңа чек-лист жіберемін. Тоже интерфейс жайлы, мына жерде аватар, мына жерде шапка деген барлығын көрсетіп тұратын. Сол чек-листті де төмен түссеңіздер, осы фотоның да мынау дұрыс фото, мынау бұрыс фото деген инструкциялар бар. Контент план жалпы алдын ала дайындалғаннан кейін 5 күнге, 1 айға, 1 аптаға, 10 күнге деген сияқтылар бөлінеді. Яғни контенттің өзінің 100% десек, контент, оның 40%, яғни пайдалы кеңестерден тұрсын. Аудиторияңызға более-менее кішкене пайдалы болыңыз, бірақ пайдалы ақпараттарды көп сала бермеңіз, себебі аудиторияңыз сізден всегда пайдалы және былайша айтқанда бесплатный ақпаратты ала береді, халявщиктер болып кетеді. Бір айына 1-2 рет салып қойсаңыз да жеткілікті. Одан кейін қызықтыру адамды 30%, яғни осыған лайк бассаңыз, астына шынайы пікір жазып кетіңіз, мені не үшін оқисыз деген сияқты. Егер өзіңе ұнаған пікірдің иесіне мен тегін айтып беремін дегенде, өзіңіздің қалтаңызға ұрмайтын бір кішігірім сыйлық беріңіз. Мен конкурстар ұйымдастырып, мысалға, менің конкурстың шарты мынандай, 3 досыңызды белгілейсіз. Сіз кез келген уақытта, мысалға, стоп басам, соны отқан адамға, мысалға, магазиннен 10% скидка беремін деген сияқты, сондай бір аудиторияңызды қызықтыратын пост жасаңыз. Одан кейін үшіншісі реклама. SMM маманы болып бастап жатсаңыз, начинающий блогер болсаңыз, онда сізге обязательно реклама беріледі. Ал рекламаны берсеңіз, сіз постоянно реклама жасай берсеңіз, онда сіздің аудиторияңыздан адамдар шығып кетеді. Жинаған аудиторияңызды жоғалтып аласыз. Сондықтан тоже аптасына, айына бір рет ғана осы реклама жасасаңыз жақсы. Және де тоже егер де бір сатам, продажа жайлы, мысалы, бір курс сатам десеңіз, мысалы, күнде мен курсыма жазылым, мен курс сатам дей берсеңіз, онда тоже немене өзін пихать ете береді дегенде аудиторияны тоже суи басасыз. Сондықтан арасында күлкілі өзіңіздің жаңағындай басыңыздан өткен оқиғаларды
немесе бір мотивациялық жаңағы шабыт 10% деп тұр ғой, яғни мотивациялық пост беріңіз. Мысалы, менде де бүгін көңілім болмай тұр, мен де жылаймын, мен де адаммын деген сияқты, типа сондай бір ешқашан мұңаймаңыз деген сияқты сондай бір типтағы посттарды жариялап отырыңыз. Күнде жапырылатын, мысалы бір күн мысалы біреулер болады, медеуге барады и бір қарасаң 4-5 суретін полностью бір күннің ішінде отырады да салып тастайды инстаграмына. Қатты бір медеуге барған суретін салғыңыз келіп жатса, әдемі болып түскен өзіңізді, жалғыз өзіңіз түскен суретті салыңыз, бірақ артында конькимен сырғанап жүрген 1045 адамды алып тастаңыз. Немесе 1045 адам кетіп қалғаннан кейін түсіңіз. Одан кейін қатты достарыңызбен түскен суретіңізді қойғыңыз келіп жатса, пожалуйста, карусель деген нәрсе бар. Сол карусельде ары қаратай сала беріңіз. Тоже бір көйлек болса да, подетально келесі бір екінші суретке тоже бір жеңін салыңыз, келесі бір суретке мойнын салыңыз, келесі бірде модельдің артынан көрінгенде қалай болады, немесе бір видео түрінде көп салып отырыңыз. Ал енді жалпы контентті түсіндік. Енді инста парақшаңызға бір апта бойы салынатын суреттер тізімін сіздерге ұсынамын. Біріншісі ол селфи, екіншісі өніміңіз, бизнесіңіз жайлы, үшіншісі флатлей, яғни әдемі таңғы көл деген сияқты, төртіншісі стрит-лук, бесінші күн қайтадан селфи деп осыларды чередовать етіп сала бересіз. Ал егер идеяңыз тіпті болмаса, онда Pinterest деген бағдарлама бар. Сол жерден фотосессияны жасаудың тоже идеялар, фотоға қалай түсетін тоже идеялар жеткілікті. Қарапайым мысалға тоже бижутерияңыз болса, тоже ана жақта TikTok-тың видеолары толып жатыр. Қарапайым мысалы айнаға қойып түсірсеңіз жаңағы ожерельяңызды, ол аудитория өте қатты өтеді. Сол сияқты осы суреттерді Pinterestке жазып, мысалы Flatlay, Skinny деген сияқты поискке жазып, іздеп өзіңізге сақтап ала бересіз. И сондай сияқты өзіңіз сурет жазсаңыз болады, немесе сол суреттерді өзіңіздің страницаңызға қойсаңыз болады. Бірақ тоже олар түсі жағынан, стиль жағынан бір-біріне кішкене келіп тұру керек. Бұл фотоконтент жайлы мен қазір InPreview деген программа бар, алдын ала сіз оны көресіз. Примерно осы суреттерді страницама салсам, мынандай болып көрінеді екен ғой дегендей кішкене обзор жасайтын программа бар, InPreview және Preview деп аталады. Сода қалай жұмыс жасау керек екенін бөлек видео ретінде түсіріп жіберетін боламын. Посттың түрлері ол пост, сатылым әкелетін пост, әзіл-сықақ пост, ақпараттық пост, назар аудартатын пост, лайфстайл пост деп негізі 5-ке бөлінеді. Осы 5 пост салу түрлерін, пост жазу түрлерін тоже чередовать етіп отырсаңыз жақсы. Например, продажный пост деген бір күн салыңыз. Мысалға бұл продажный постта көбінесе бизнес аккаунттар өте қатты пайдаланады, яғни 90% ол кісілерде продажный пост. Продажный пост болғанда ол қалай? Көп магазиннен жіберетін қателігі, мысалға заголовок жазбайды, платье деп қояды, материал, например, штапель, размеры 42, 44, 46 деп жазады, и цена дегендерге бос қалдырады, немесе цена деген вообще жазбайды, и все. Сіз солай жазсаңыз, аудиторияңыз сізден алады, немесе келген клиент сізден алады деп ойламаңыз. Бірінші заголовок обязательно жазыңыз, например, хит продаж, немесе мы получили повторно деген сияқты бір адамды қызықтыратын сондай бір сөз жазыңыз. Мысалы, мы получили это повторно десеңіз, уже мынау кәдімгідей в улет кетіп жатыр екен ғой деген сияқты ой болуы мүмкін. Мысалы, бәрі алып жатыр екен ғой, бұның қандай ерекшелігі бар дегенде. Сосын кейін жазыңыз, ерекшелігін тоже басып жазыңыз. Пример, денеге жабыспайды деген, немесе суық өткізбейді, ыстық өткізбейді дегенде материалын жазыңыз. Мысалы, материалы штапель деңіз. Мысалға штапель материал болса, кішкене хабарлама беріп кетіңіз. Мысалға мен материалдан кием вроде, бірақ қатты разбираться етпеуім мүмкін. Сондықтан штапель деген ол не мата. Соны жазып беріңіз. Мысалға ыстық күні ыстық өткізбейді.
денеңіз бір қалыпты температурада жүреді дегендей қалдырыңыз. Немесе натуральный кожа болса, су өткізбейді мысалға, сызылмайды дегендей сөздер жазып кетіңіз. Одан кейін қандай размер бар, наличие 42, 44, 46 деген сияқты, немесе 37, 38, 39 деген сияқты жазыңыз. Потом цена, обязательно цена. Кейбіреулер осы жерде жазбай кетеді. Мы ответили вам в директ деген сияқты жазады. Оның директін ашып жатып, директті оқып, қайтадан оған жауап. Біріншіден ол жаңа сізге екі жұмыс, және клиент бұл жерде айырып қалуыңыз мүмкін. Екіншіден, әзіл-сықақ пост, көңіл көтеретін пост. Яғни сіз мысалға бір анекдот жазыңыз постыңызға. Давайте, қыздар, бүгін воскресенье ғой, қызықты бір мультиктар көрейік деген сияқты бір мультиктің списогін жазып қойыңыз. Немесе бір күліп отырайық дегендей бір қызықты өзіңіз бір видео көріп қалсаңыз, мысалға соны салып қойыңыз. Одан кейін ақпараттық пост. Бұл ақпарат қазір актуальный болып жатқан ақпарат болу керек. Мысалға, көбісі коронавирус туралы пост жазып кетті ғой. Неге? Себебі бұны актуальный екен біледі, адамдар қызық оқиды. Сол сияқты бір вирус таратылды ма? Қараңыз адамдар. Бір адам, бір блогер алады да, мысалы бір адам жайлы жазып кетеді, біреу тұрады тағы сол туралы жазады деген сияқты. Одан қалып қалмаңыз, сіз де жазып қойыңыз бұған. Өз пікіріңіз, мысалға бүгін анау кіммен біреумен біреу сайлауға түсіп жатыр екен ғой. Шыны керек, мен мысалы оларды танымаймын, бірақ та қарап көрдім, мынаның берген несі мысалға ыңғайлы сияқты, халыққа берген кандидатурасы деген сияқты, сондай бір ғылыми елде болып жатқан мәліметтер жариялаңыз. Мысалы, сіз только инстаграмда отырам, блогерлардың өмірін қараймын деп, солардың жеке өміріне кіріп кетпеңіз. Жаңалықтан да құр қалып қалмаңыз, жаңалықтан да қарап отырыңыз. Потом назар аудартатын пост. Всегда пост жазғанда осы назар аударатын нәрсе керек адамдарға. Бұның өзін қазір қалай жасалатынын көрсетемін. Одан кейін лайфстайл посты. И жаңа осы жерде развлекательный, алдыдағы развлекательный контент қайта келген, тоже конкурс ұйымдастырыңыздар. Жаңағында айтқаным. Лайфстайл посты. Ол тіршілікке күнде қатысты. Мысалға, арасына рецептпен бөлісіп тұрмыз. Бүгін суббота. Хотелось, мысалы, делать бешбармақ деген сияқты сондай жазып қойыңыз. И тоже күнделікті мысалға аяқ киім сатсаңыз да, мысалы арасында күнде аяқ киім сала бермей, тоже бұл менде де бір қателік. Арасында бір ойын болады ғой, мысалға бір әріптен бастайтын сөз айтамын, сіздер ары қарай жалғастырып кетіңіздер. Кішкене қызығырақ болсын деген сияқты сондай. Мысалға сіз арбуз десеңіз, ары қарай біреу зебра дейді деген сияқты. Соны жазаңыз тоже. Потом келдік жаңағы назар аудартатын пост деген, дәл осы жерде айтамын, копирайтинг. Ол ең алдымен посттың жариялайтын өзінің бір уақыты болады. Қаншағы 9-да, 12-де, 19-да, 21-де жариялауға болады десе де, мен осының барлығын жариялап көрдім, 9-да да жариялап көрдім, 12-де де жариялап көрдім, бірақ 9-да жариялаған посттың лайкпенен көру ақуаты көбірек болады. Сондықтан әрқашан 9-да бір пост алуға тырысыңыз. Одан кейін әрқашан посттың тақырыбы болу керек. Ол тақырып обязательно базарпен және де арасында кішкене болсын смайлик қолдану керек. Қараңыз, және ол провокационный болу керек, яғни интрига жасаңыз бұл жерде. Мысалға, мен өзімді танысу посты деп қана емес, өзім жайлы құпияның беті ашылмақ деп қойыңыз. Мысалы, бұны қазіргі біздің журналистер көп қолданады. YouTube-ға кірсеңіз, тұрады, Арман Аша жайлы бар шындықты жайып салды деп кіріп қалсаң, Грузия Арман айтып жатады, спокойно, там Аша үйде жақсы тамақ жасайтын, қызына жақсы қарайды деген сияқты, бәріне үлгеріп жүреді деген сияқты. Қарайсында, ой дейсіне шығып кетесің, мысалға ше, мен мынаны қарап отырамын, мен ақымақ дегендей. Сондықтан да провокационный тақырып алдыңыз ба, мысалы, өзім жайлы құпияның беті ашылмақ деп, мысалы, пост жарияладыңыз, бірақ артынан міне екінші пункт, ол ойдан қайдан келгенін айтыңыз. Мысалы, жаңағы интрига жасады, енді кішкене интриганы басыңыз. Шынайылыққа кішкене алып келіңіз бұл жерде. Құпия болғанда қандай бір түнде 3-те тұрып, холодильник ақтарып тамақ ішетін бар деген сияқты, уже кішкене юморға айналдырып кетіңіз.
бірден жаңағы суытып алмас үшін аудиториямызды не деп кетіп қалмас үшін жаңағыдай мен қызбен жүріп жалықтым деген сияқты, қызыңыз болса мен қызбен жүріп жалықтым дейміз. Мынаған не болып қалған, екеуі айырылысайын деп жатыр ма деп мысалы адам кіріп қараса артынан қойыңыз. Жаңа келе жатып бір анау ақ отаудың алдынан өтіп едім. Жас жұбайлар үйленіп жатыр екен, соларға қызығып қарап кеттім. Негізі бізге де үйлену керек деген сияқты соларға қаратай өзіңіздің кішкене интриганы басып, сөйтіп пост жазып кетіңіз. Одан кейін үшінші, ойыңыз жүйелі болсын бұл жерде. Ешқашан ұзын қылып пост жазбаңыз. Қазір пост шыны керек адамдар қатты қарамайды. Енді қарайды, бірақ ол ешқашан пост өзінің маңыздылығын жоғалтпайды. Арасы 7-6 сөзден кейін арасы ашылып тұру керек, абзацпен. Смайликтерді пайдаланыңыз, және де абзац қоясыз. Абзац қойғанда, мысалға, қазір точка қойғаннан кейін сразу пробел қоймай астыға интерді бассаңыз, өзінен өзі абзац қойылады. Сөйтіп, сразу инстаграмда өзіңіздің постыңызды жаза бересіз. Ал егер олай жасай алмаймын десеңіз, текст инстабот деген бар. Қай жерде абзац қою керектігін өзі көрсетеді инструкциясында. Яғни басына точка қоясыз сөздің, одан кейінгі сөздің астына тағы да точка қойып, келесі жазып кете берсіз, сол кезде ол сізге абзац қойып береді. Төртіншісі, біреудің мәтінін ешқашан көшірмеңіз. Өз ойыңыз болсын. Хотя 4-5 сөз жаза алатын болсаңыз да, кішкене мәтін жазу қабілетіңізді арттырыңыз. Ол тек шынайы болу керек. Біреуден көшіріп алғаныңыз поэзия көрініп тұрады. Оны аудиториядан жасырамын деп ойламаңыз. Мысалы, сізден көрген постты ол ертең барып басқа біреуден көруі мүмкін. Көбінесе сенім мамандықтарын жіберетін қателігі осы. Біреудің постын ұрлап алады да өзіне қойып қойды. Әрқашан өзіңіздің жеке жазу стиліңіз болсын, өзіңіздің жеке жазу ойыңыз болсын. Қазіргі оқырмандар жасандылық пен шынайылықты айыра біледі. Осыны ешқашан ойыңыздан шығармаңыз. Ешкім ешкімді алдамасын. Келесі ол стиль. Контент болғаннан кейін сізде белгілі бір стиль болу керек. Мысалы, 2 парақшаны қарасаңыз, шахматный стильда қойылған, яғни бижутериялар былай, потом уже типа жерде отзывтар немесе хозяинның өзі. Одан кейін аяқта тоже бір холодный бір цветтер пайдаланылған, қарасаң океан цветындай ма или қалай. Ал мына жақта стиль қолданылмаған. Яғни бәрі разброс жатыр, түсініксіз. Вроде тоже бұлар бижутерия сатады, бірақ қалай, қайтып, қайсы өнімі екені дым түсініксіз мына парақшада мысалға. Мына жақта да тоже сондай. Мына жақта 3 қатарында 2 тұр, мына жақта 1 тұр, мына жерде бір нәрсе тұр, тоже видеосы араласып кеткен. Шыны керек, көрген көзге түсініксіз бір сәнді емес. Ал мына жақта қараңыз, жаңағы сурет, ол бір цвет пайдаланылған, мына жақта монохром, геометриялық фигураларым сияқты сондай қолданылған, тоже мына жақта шахмат, яғни мына жақта ақ, мына жақта қара деген шахмат стилі. Мына жаққа ақпараттар бір қатарда, только бір столбты алып, осы жаққа тоже қараңыз, ақ, жасыл, сары цветті пайдаланып, өзінің ақпаратын пайдаланған. Яғни жерде қойсаңыз болады, самовызов, доставка деген сияқты өнімдерді жазып қойсаңыз болады. Одан кейін ашық цветтер мына жақта пайдаланылған. Мына жақта өнімнің суреті тоже бір қатарда, керісінше текст емес, наоборот, өзінің заты бір қатарда. Мына жақта тік 4 бұрышты стиль пайдаланылған. Мына жақта шеңбер, біздің Каспий сияқты. Мына бір стиль ол үштік стиль. Яғни бір қатарға салған, бір форматтағы суреттерде әдемі көрінеді тоже. И яркий цветтар тоже пайдаланылған. Мына жақта жаңағы монохром плюс цвет. Осы стильдарды пайдаланып, страницаңызды қаратай сәндеп жүре берсеңіз болады. Алғашқы 5000 оқырман жинау тәсілдері. Бұл жерде платный және бесплатный тәсілдері көрсетілген. 7 тәсілі, ең актуальный 7 тәсіл. Біріншісі ол дайын парақшаны сатып алу. Тоже қымбатқа сатпайды, оңай. Арзан бағада сатып алсаңыздар болады. Гифке қатысу. Екіншісі.
қатты енді массовыйдан бастап кетпеңіз, бастапқы бір 2-3 мың оқырман дегендерді бастасаңыз болады. Негізгі бір подписчиктің өзін жинағаннан кейін, мысалға сіз оны сатып алып отырсыз ғой, и одан айырылып қалмау үшін сіздің бағанағы мен бірінші бөлімде айтқан интерфейсіңіз талапқа сай болу керек. Көбінесе біздің магазиндер өте қатты пайдаланады гифке, яғни ол жақтан тоже, бірақ аудиториясын зерттеп алыңыз. Жас жағынан қандай екен, гифқа қатысып отқан адамнан сұраңыз, оның аудиториясы қандай деп. Всегда бірақ 25-тен жоғарғы аудиториялар болса, соны пайдаланыңыз кішкене. Егер жас қыздар болатын болса, олар гиф біткеннен кейін сізде массовый түрде отписка жасап кетеді. Сондықтан 25 жастан жоғары аудиториясы бар блогерлардың гифына қатыссаңыз болады. Одан кейін микроблогерларға реклама беру. Микроблогер деген кім? Ол, яғни 5 мың 10 мың оқырманы бар блогер. Бұл блогердің зато сізге аудиториясы таза болады. Яғни өзінің жылы аудиториясы болады. Осы жерде сіз вроде осы кісілерге егер өніміңізді жарнамалауға берсеңіз, онда кішкене клиенттің алу вероятності жоғары болады, чем топ блогерларға қарағанда. Олар уже реклама жасау керек екенін біледі, аудиториясы олардан жалыққан болуы мүмкін. Сондықтан кішкене осы микроблогерлардан реклама беріп бастаңыз. Төртіншісі, топ блогерлардың фотосының астына пікір қалдырып кетіңіз. Пікірге өзіңіздің өніміңізді тығып кетсеңіз болады. Бұл енді бесплатно. Егер топ блогерлары сіздің комментарийіңізді өшіріп те тастамайды, себебі олардың 1045 комментарийді оқып тазалап отыруға шыны керек уақыттары жоқ. Сондықтан мен мысалы СММ маманымын, осындай курс сатам, бағасы осындай деп жазып кетсеңіз, енді 100 адам көрмеуі мүмкін, бірақ ішінен 1-2 адам көріп қалып, сіздің страницаңызға кіруі мүмкін дегендей вероятность бар. 5-шісі хэштег қолдану. Бұл да енді бесплатно, и чтоб әр постыңыздың астына хэштег пайдаланыңыз. Ол хэштегтер актуальный болу. Мысалға детская одежда, женская одежда, доставка по РК деген сияқты хэштегтерді пайдаланыңыз. Бір 30 шақты хэштег қолдануға болады. Бірақ егер хэштегті де қатты көп қолданатын болсаңыз, сізді Instagram блокқа қоюы мүмкін. Егер де хэштегті 10-ын көрсетіп, 10-ын көрсетпеймін десеңіз, онда тоже хэштегті қалай жасыру керек екендігі менің страницамда видеосы бар. Сол видеоны көру арқылы ол хэштегтің де кейбіреуін жасырып қойсаңыз болады. Ал 6-шысы взаимопиар. Ол да бесплатно. Сізде мысалы 5000 оқырманы болса, сіздің қызметіңізге ұқсас 5000 оқырманы бар адамды блогер тауып алыңыз, екеуіңіз бір-бірлеріңізге как бы подружка сияқты реклама жасайсыз. Мысалға, мына қыздың қараңыздар, страницасы өте жақсы, өте пайдалы ақпараттар береді. Жазылып алсаңыздар, мен сіздерге тегін гайд берем деген сияқты екеуіңіз де бір-біріңізге келісіп, ақылдасып, не жайлы айтатындарыңыз бір-бірлеріңіз туралы. И солай взаимопиар жасасаңыздар болады. Мысалы, магазиніңіз болса, тоже мысалы сіз көйлек сатасыз, и бір аксессуар сататын магазиннің иесімен келісіңіз, сөйтіп екеуіңіз бір-біріңізді мысалы толықтырасыз. Сізден көйлек алған кісі ана кісіден барып аксессуар алуы мүмкін деген сияқты, сөйтіп келісіңіздер. Одан кейін 7-шісі таргеттік реклама. Бұл енді биылғы 2020 жыл номер 1 реклама, таргеттік реклама. Нақты сіздің целевой аудиторияңызды алып келеді. Оны өзіңіз настраивать етесіз, оны қалай настройка жасау, оны қалай жіберу керек дегендей ақпараттардың барлығын мен келесі 2-ші күні жіберетін боламын. Одан кейін бұл таргеттік реклама тоже OTIDO сояқта түсіндіремін, айтамын. Бұл жерде чем блогерға қарағанда рекламаңыз шын керек өте арзан бағада кетеді. Енді сіздерге тапсырма, осы контент план құрыңыз, хотя бы 3 күнге. И мен жіберетін программа арқылы фотоларыңызды сәндеп көріңіз. Келесі бір Pinterest деген бағдарлама бар, сояққа кіру арқылы өзіңізге ұқсайтын аудиторияларды қарап, обзор жасап көріңіз. И осы хотя мына 4-ші 5-ші пунктті пайдалану арқылы страницаңыздың кішкене активностін көтеріңіз. И страницаңызға бір стильді пайдаланыңыз. Келесіде уже сурет салғанда да, тоже өніміңіздің суретін салғанда да бір акцент беріп, бір сумканың түсімен болсын, сондай бір обзор қалдырып, бір шахмат стиль болсын, сондай осы бір стильді қолданып, парақшаларыңызды ары қаратай жүргізіңіздер. Және пост жазып көріңіздер, алғашқы өздеріңіз таныстырып. Егер сіз интернет-магазиніңіз бар, бірақ сіз өзіңіз жайлы, владелец жайлы ақпарат бермесеңіз, онда өзіңіз жайлы ақпарат беріп пост жазыңыз. Ал фотоконтент қалай көру керек екен, мен сіздерге қазір видео түрінде тоже жіберетін боламын.